Аш қарынға не ішу керек? 5 пайдалы таңдау. Әр таңды дұрыс бастау денсаулықтың кілті. Аш қарынға ішетін сусындар ағзаны оятуға, ас қорытуды жақсартуға, зат алмасуды реттеуге көмектеседі. Қазір сіздерге аш қарынға ішуге болатын 5 пайдалы таңдау және де олардың толық пайдасын айтатын боламыз. Бірінші, жылы су және лимон шырыны. Құрамы 1 стакан жылы су және жарты лимонның шырыны. Пайдасы: ағзаны тазалайды, бауырды іске қосады, иммунитетті көтереді, қышқыл сілті балансын реттейді, аш қарынға зат алмасуды тездетеді. Ескерту: асқазаны өте сезімтал адамдарға лимон қышқылы тиіп кетуі мүмкін. Жылы су және 1 шай қасық бал. 1 стакан жылы су және 1 шай қасық табиғи бал. Пайдасы: иммунитетті нығайтады, ішекті жұмсартып, табиғи түрде іш жүргізеді, тәбетті басады, артық тамақ ішудің алдын алады, энергия береді. Қаласаңыз, балға лимон да қосуға болады. Зімбір шайы. Құрамы 1-2 тілім зімбір, қайнаған су және 5-10 минут тұндырып ішіңіз. Пайдасы: қабынуға қарсы әсері бар, ас қорыту жүйесін жақсартады, ағзаны жылытып, зат алмасуды жеделдетеді. Таңертеңгі лоқ су мен ауырлықты басады. Ескерту: қан қысымы жоғары адамдарға мөлшермен ішу ұсынылады. Кокос суы немесе табиғи минералды су. Құрамы 1 стакан таза кокос суы немесе табиғи газсыз минералды су. Электролит балансын қалпына келтіреді, қан қысымын реттейді, детокс әсері бар, таңғы шаршауды азайтады. Қорытынды кеңес: су міндетті түрде жылы болуы керек, ыстық болмасын, немесе салқын болмау керек. Суық су асқазан мен ішекке кері әсер етеді. Аш қарынға ішетін сусыннан кейін 20-30 минут күтіп, таңғы асты сосын барып ішкен дұрыс. Бұл әдетті күнделікті дағдыға айналдырсаңыз, ағзаңыздағы оң өзгерістерді байқайсыз. Ал сіз таңертең аш қарынға не ішесіз? Төменде жаза кетіңіздер.